Сәлеметсіздер ме? Мен сіздермен бүгін мынадай өте жұмсақ булочканың рецептімен бөлісемін. Ыдысқа алдымен сүтті құямыз. Сүтіміз жылы болу қажет. Енді бұған қант саламыз. Араластырамыз. Енді аштық саламыз. Тұз саламыз. Жұмыртқа саламыз. Енді осыған шемішкен майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, осының үстіне ұн салып, біраздан ұн салып, қамыр елейміз. Осылай аз-аздан салып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, былай жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілгенше енді біз салмасын дайындайық. Ол үшін тазартылған, туралған алманы ыдысқа саламыз. Ұсақтап туралған алманы. Оның үстіне қант саламыз. Оның үстіне кішкене корица саламыз. Ұнтатылған корица саласыздар. Су қоямыз. Барлығын жақсылап араластырып, пешке қойып 10 минуттай қайнатамыз. Салмасы дайын. Қайнатқан кезде асты күйіп кетпес үшін пештің астын азайтып, араластырып тұрып қайнату керек. Енді бұл салманы суытып аламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді бұны теңдей бөліктерге бөліп аламыз. Қамырды теңдей 16 бөлікке бөліп алдым. Оны былай жаямыз. Жұқалап. Міне. Енді кішкене салмасын саламыз. Оның шетін былай жабамыз жартысына дейін. Енді шет жағын кесеміз. Енді бұны былай жапсырамыз.
жапсырып қоясыздар. Сонда міне булочкамыз былай шығу керек. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Міне пешке салатын ыдыстың үстіне қағаз жайып, булочкаларды үстіне тіземіз. Енді бетін жауып 15-20 минутке қойып қоямыз. Міне булочкамыз көтерілді. Енді мұны қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне булочканы пештен алдым. Енді пештен алғаннан кейін бірден үстіне жұмыртқа жағасыздар. Жұмыртқа жағып, үстіне қант себеміз. Енді суытып аламыз. Міне булочкамыз суыды. Енді мен сіздерге ортасын көрсетейін. Міне ортасы мынадай жұмсақ болып шығады. Егер сіздерге осы видео ұнаса, онда лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.